Қайырлы күн, құрметті достар! Добрый день, дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с наступающим праздником Единства народов Казахстана. Желаем вам счастья, успехов, здоровья, мира и благополучия. Казахстан – многонациональное государство. Политика нашего государства направлена на укрепление равноправия народов Казахстана и славится толерантностью. В 1995 году по инициативе Нурсултана Назарбаева для укрепления единства народа межнационального согласия была создана Ассамблея народов Казахстана. 1 мамыр достық күніне орай Қазақстан халқының ассамблеясына 25 жыл толуына байланысты мерекелік достық сабағын ұсынамыз. Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бірінші мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні 1995 жылдың наурызында дүние жүзіне үлгі болып отырған ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтар ассамблеясы құрылды. Бүкіл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Бүгінде әрбір ұлтқа салт дәстүрлерін жаңғыртуға, мәдениеті мен әдебиетін дамытуға, тілінің жетілуіне қамқорлық көрсетілуде. Дегенмен бақыт, әділдік, бейбітшілдік, жарқын болашақ үшін күрес олардың бәрінің басын біріктірді. Егемен ел бесігі жыл өткен сайын еңсесін биіктетіп келеді. Республикадағы ұлттардың ассамблеясының жұмысы жанданып, олардың тілі, әдебиет, ғұрпы насихатталып келеді. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күші ел озады, дейді қазақ мақалы. Ағайын туған бар адам, адалдық үшін жаралған, бар қымбат туыстық, баянды болсын тыныштық дегендей, Қазақстан мемлекеті көп ұлтты. Біздің елімізде 100-ден астам ұлттар тұрады. Достығымыз, татулығымыз жарасып, аралас өмір сүрудеміз. Бұл мереке бұрын бүкіл әлемде еңбекшілер күні болып тойланды. Қазір ол дүниежүзілік ынтымақтастық күні болып есептеледі. Халқымыз достық, ынтымақтастыққа ерекше мән берген, әр ұлтты ынтымақтастыққа шақырған. Халқымыздың бірлік салты отбасынан басталып, бүкіл елдің барлық адам баласының бірлігімен ұласады. Бірлік деген мысалдан үзінді. Ертеде бір қария балаларын бірлікке былай үйреткен екен. Қарт бір бума шыбықтарды сындыруды ұсынады. Ұлдары олай әуреленіп, былай әуреленіп, бір бума шыбықты сындыра алмайды. Қарт буманы шешіп, шыбықты бір талдап сындырып көруді ұсынады. Шыбықтары оп-оңай сынады. Міне бұл мысалдың мағынасы: бірігіп өмір сүрсеңдер, сендерге ешкімнің де әлі келмейді. Ал жеке-жеке тұрсаңдар, әрқайсыңды біртіндеп құртады. Халқымыздың қанға сіңген осы берік бірлігі, ұйымшылдығы басқа халықтармен одақтасып, достаса білу жеңістен жеңіске жеткізеді. Оған халық куә, тарих куә. Дүние жүзінде бәріміз жақсы көретін тыныштық, бірлік. Дүние жүзінде соғыс болмаса, тыныштық деген сол. Елдегі тыныштықты жақсы, берік, елдегі тыныштықты халық жақсы, берік, бейбітшілік дейді. Бейбітшілік құсы ақ көгершін, биік ұшып самғасын, тілегімді жерге жайсын, қанаттары талмасын дей ақ көгершін әні. Ақ көгершін, көгершін, қол қанат құс сен едің, бар кезіп қайт ел үшін, кең дүниенің көлемін. Әділеттің құсы деп көз алмастан жолыңнан, бақыт болып қоншы деп ұшырамын қолымнан. Ен тілегін алып ұш адамзаттың бағына, қара бұлтты жарып ұш мұхиттың арғы жағына.
Сәбилер зәресін бұлталмасын, гүл бәйшешек еш уақытта солмасын, ақ көгершін аспанымда қалықтап, барлық халық бейбіт күнді қолдансын. Ынтымақ достықтың бірлігі, достық түбі береке, береке түбі мереке. 1 мамыр мерекесі дүниесіндегі халықтардың достығы мен бірлігін атау күні. Біздің мемлекет бейбітшілікті жақтаушы, достықты жырлаушы, тыныштықты сақтаушы ел. Елімізде әр ұлттар тату-тәтті өмір сүруде. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады деген халық мақалы біздің елге айтылғандай. Бейбітшілік, келісім, ынтымақ, мейірімділік ең басты байлық ел үшін. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін.